Осындай моншақтардан сумка тоқу. Осы моншақтан 500 грамм шығады. Бір пакетінде 500 граммнан осындай көлемде сумка шығады. Егер үлкен керек болса, 2 пакетті аласыздар. Осы лескаға 4 моншақ өткізіп аламыз. Басында лескаларымыздың номері 5-6 болу керек. Мынау моншаққа арналған. Бұдан 8-9 номерлі леска болса, моншақтан өтпей қалады. 2 рет, 3 рет өткізетін кездер болады, өтпей қалуы мүмкін. Сол жағын қадағалаймыз, және моншақтың тесігі үлкендігіне қадағалаймыз. 4 моншақ өткізіп алдық. 4 моншақтың біреуіне кері қарай, өзінің лескасын кері қарай өткізіп, ілгек жасаймыз. Осылай кішкене ілгек қалғанша тартамыз. Осы ілгекке келесі сол жақтағы лесканы өткізіп тартамыз. Сонда екеуі байланып, түйінін ортасына келтіреміз. Моншақтың ортасына түйін келтіреміз. Осылай байланады. Осылай тоқып кете береміз. Енді оң жақ, сол жақ деп бірінші кез айтылмайды. Бір шетіне 2 моншақ өткіземіз. Бір шетіне 2 моншақ өткіздік. Мына жағына 1 моншақ өткіземіз. Екі моншақ өткізілгеннің біреуіне ілгек жасаймыз. Өзінің лескасын қатты тартып жібермейміз, бәрі шығып кетуі мүмкін. Кішкене қалғанша ілгек жасап, келесі лесканы өткіземіз сол ілгектен. Сосын тартамыз. Тартқан кезде қысып тартамыз. Түйінін ортасына келтіреміз. Түзу болады сонда. Бірінші 4 моншақ өткіздік. Одан кейін 2 моншақтан, бір шетіне 1 моншақтан өткізіп атырмыз. Тағы да қайталаймыз. Дәл солай қайталаймыз. 2 моншақ өткіздік бір шетіне. Бір жағына 1 моншақ өткіздік. 2 моншақтың біреуіне өзінің лескасынан ілгек жасап, келесі лескаға іліп бекітіп аламыз. Тағы да қайталаймын. Бір лескаға 2 моншақ өткіземіз. Екінші лескаға 1 моншақ өткіземіз. 2 моншақтың біреуіне ілгек жасаймыз. Келесі лесканы ілгектен өткізіп бекітіп аламыз. Мінекей 13 болғанша тоқыдым. Осы моншақтан қанша размеріне қарай тоқыдым. 13 болды. Енді 13 болғаннан кейін 2 моншақ өткізбейміз. Сразу 3 моншақты бір лескаға өткіземіз. Сонда біздің лескамыз келесі бетіне ауысып, жан тоқуға үш моншақты өткізіп, ілгек жасап, бекітіп аламыз. Сонда бізде лескаларымыз мына бетіне бір жағына қарай өтеді. Егер қате тоқып қойсаңыздар, сөгіп қайтадан тоқуға болады. Бір жағына өтті. Енді соның жоғар жағындағы, оң жағындағы лескаға 3 моншақ өткіземіз тағы да. Біріншісін бастамасында 3 моншақпен бастаймыз, одан кейін 2 моншақпен
тоқимыз. Ең соңында екі моншақтың орнын ауыстырамыз. Оң жағымен тоқып келіп жатсаңыз, сол жағымен ауыстырсаңыз, келесі бетті тоқуға лескаларымыз ауысады. Осылай 3 моншақпен бастап тоқып бекітіп аламыз. Сол жағындағы астындағы лесканы астындағы бір моншаққа өткіземіз осылай. Ал оң жағындағы лескаға 2 моншақ өткіземіз. Бекітіп аламыз және солай қайталай береміз. Сол жағындағы астыңғы моншаққа өткізіп, ал оң жағындағыға 2 моншақтан өткізіп бекіте береміз. Екі моншақ өткіздік, бір моншағына ілгек жасаймыз. Сол жақтағы лесканы ілгектен өткізіп, екі шетке қарай тартамыз, түйінін ортаға келтіреміз. Және тағы да көрсетейін, мінекей сол жақтағысын бір моншаққа өткіздік. Оң жақтағысына 2 моншақ салдық. Бекітіп алдық. Осындай лескаларыңыз таусылып қалса, осы моншағымыз кері шығып кетпейтіндей жағынан кері қарай жүреміз. Екі шетінде де кері қарай жүреміз. Екеуінің жолын бір жерге түйістіреміз. Негізі оңайлықпен сөгілмейді. 1-2 моншақтан өткізгеннен кейін сенімділік үшін сәл ұзындау қалдырып, көп жерден өткізіп жіберуге болады. Бізге кедергі жасамайтындай төмен жаққа өткізіп тастаған жақсы. Кейін бір жерге әкелдік, айқастырдық. Енді осы екеуі айқасқан күйде екеуін екі жаққа қарай тығып жібереміз. Екеуі сонда байланып қалады. Негізі лескаларды бірінші 3 метрден алып, кесіп алып, қолданған жақсы. Сонда ұзаққа жетеді, қайта-қайта таусылып қала бермейді. 3 метр, 2 метр ыңғайлы. Сіздерге түсінікті болу үшін осы қысқа ғана алдым. Қалғаны 40 тастасаңыздар болады. Келген жерінен лесканы өткізіп жалғастыра бересіздер. Ең соңғы моншақтан өткіземіз. Оң жағына 2 моншақ өткіздік. Сол жағын 1 моншақтан өткіздік. Ілгек жасап, бекітіп, ары қарай тоқып кете береміз. Дәл осылай қайталап. Бітетін кезде жоғар жағындағысына өткізіп бекітеміз 2 моншақты. Мына бетіне ауысатындай қылып. Осыдан біз 21 қатар шыққанша тоқимыз. Қазір 6 қатар тоқып қойдым. Енді осыдан 21 қатар моншақты анау ең төбесіндегі моншақтан санаймыз. 21-ден ары қарай кете беруге болады. Үлкен сумка жасау үшін 30-40 қылып үлкейтуге болады.
Міне тоқып шықтым 21 қатар қылып. Біздің сатып алған моншағымыз осыған жетеді, 500 грамм, осы 21 размерге жетеді. Осыны енді екі шетіне 8-ден есептегенде ортасында 5 қалу керек. 8 бен 9-шысынан біз жіп өткіземіз. Жіп деп леска өткіземіз. Бұрыш жасайтын боламыз. 8 бен 9-шысынан 2 моншақтан өткіздім. Лескаларды теңестіріп аламыз. Енді осы лесканың оң жағына 2 моншақ өткіземіз. Сол жақтағы лескамен бекітіп аламыз. Міне осындай бұрыш шығу керек. Қайырылып, тоқыған сайын бұрыш анық шығады. Сол жақтағы лесканы астындағы, жанындағы 1 моншаққа өткіземіз. Ал үстіндегісіне 2 моншақтан салып тоқи береміз. Осыдан тура осылай төртеу тоқып аламыз. 5-шісі мен 6-шысын тағы 1-шісіндегідей тоқимыз. Екі моншақ өткізіп, бекітіп алдық. 3-шісінде дәл солай астыңғы лесканы 1 моншаққа өткіземіз. Үстіңгі лескаға 2 моншақ өткізіп, 1 моншаққа ілгек жасаймыз. Және сол жақтағы лескамен бекітіп аламыз. Төртіншісі, бұны да дәл солай тоқимыз. Енді 5-ші мен 6-шыны астынан 2 моншаққа өткіземіз, ал үстінен 1 моншақ қана саламыз. 1 моншақ салып, ілгек жасап алдым. Астыңғы лесканы 2 моншаққа өткіземіз. Ілгектен өткізіп бекітіп аламыз. Міне осылай болып шығады. Осылай бұрыш болып шығады. Енді кезек-мезек былай тоқи береміз. Енді жаңа оң жақпен тоқып едік қой, енді сол жақ лескаға моншақ өткізіп тоқитын боламыз. Сол жақтағысын
қырындағы жанындағы бір моншаққа өткіземіз. Оған тағы 2 моншақ өткіземіз. Ілгек жасаймыз. Бекітіп аламыз. Сол жақтағы лесканы астыңғы бір моншаққа өткіземіз. Ал біреуіне 2 моншақтан өткізіп, тура бағанағыдай тоғып, ең соңында бір моншақпен бекітетін боламыз, бітіретін боламыз. Барлық қатардың соңында бір моншақпен бекітеміз. Міне соңына жеттік. Соңындағысын астындағы бір моншаққа және жанындағы бір моншаққа өткізіп, мына жағындағысына тек бір моншақ қана салып бекітіп аламыз. Мінекей жаны үстіп тоқыла береді. Көрсетіп жіберейін. Сол жағындағысын маған сол жақ болып көрініп тұр. Мен тоқыған кезде сіздерге қалай қарайтын, мынау сумканың қыр жағындағысын жанындағы бір моншаққа жоғары қарай өткіземіз. Ал оң жағындағысына 2 моншақ өткізіп тоқи береміз. Осылай жоғарға шыққанша дәл осылай тоқимыз, екі шетінде. Дәл осылай қайталаймыз. Бетін тоқимыз, одан кейін ручкасын тоқитын боламыз. Оны ендігі сабақта түсіндіріп айтатын боламын. Каналға алдын ала тіркеліп қойыңыздар. Ендігі сабақта соны түсіндіретін боламын. Және осы жанын қысып бекітетін боламыз. 3 моншақтан лесканы өткізіп, қысып бекітетін боламыз. Сонда біздің сумкамыз жиырылады. Қалған сабақтың екінші жартысы жақында салып, осы видеоға белгілеп кетемін.